Қалай мен Абу-Дабидегі МБЗУАЙ университетіне тегін барып келдім. МБЗУАЙ университеті топ-10 университетіне кіреді, толық жасанды интеллектке маманданған университет. Менің бағдарламам Winter School деп аталады, acceptance rate 2,4%. Бұл бағдарлама 5 күндік бағдарлама, Representative Learning and Generative AI деп аталды. Бұл бағдарламаға не кіреді? Жатақхана, тамақ және де social activities. Жатақхананы келесі видеода көрсеңіздер болады, сол үшін тіркеліп кетіңіздер. Бұл бағдарлама негізінен магистр мен PhD-ге арналған, сонымен қоса Exceptional Undergraduate деп жазды. Сол Exceptional Undergraduate-тің бірі мен болдым. Қалай мен өттім? Бұл бағдарламаға біз 5 документ өткіздік. Ол рекомендационное письмо, мотивационное письмо, CV, enrollment и транскрипт. Рекомендационное письмо мен Исайдан алдым, сонымен қоса өзімнің қазір жұмыс істеп жатқан профессорымнан алдым. Мотивационный письмоға мен осы бағдарламада болған профессорлар туралы өзімнің қызығушылығымды көрсеттім, сонымен қоса осы МБЗУАЙ-ға түскім келеді деп те айттым. CV-де айтатын болсақ, мен Summer Research Program Исайда өттім, сонымен қоса қазір профессормен breast cancer бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Транскрипт пен enrollment универден алдым. В принципе, все. Солай мен өттім. Басында мен waiting list'та болдым. И примерно 2 апта қалған кезде мен waiting list'тан шығып, мені шақырды. Шынымды айтсам, бұл ең керемет экспириенстардың бірі болды. Бұл менің ең бірінші академик экспириенсім, еще и за границей, еще и бесплатно. Маған өте қатты ұнады. Менің кругозорым кәдімгідей үлкейді. Мен көптеген адамдармен таныстым. Сонымен қоса social activities'терді қызық өтті. Біз сафариға бардық, ресторандарға бардық. В общем, ставлю лайк. Келесі видеоларда влог болады, сонымен қоса дорм тур болады.